こんにちは。こんにちは。こんにちは. Konnichiwa. Үйде қызмет көрсететін робот екен. 子供ロボットの花もフロアだよ。Құрметті студенттер, мына біздің алдымызда тұрған Жапонияның бүгін және болашаққа жоспарлаған үлкен стратегиялық маңызы бар жоспар деп айтуға болады. Экологияның, климаттың өзгеріп, экологияның нашарлауына байланысты адам мен табиғат ортасындағы қарым-қатынас бұзылып қалды. Осы күрделі жағдайда болашақта жақсы орта жарату үшін жасанды интеллекттің көмегі керек. Осы жасанды интеллект арқылы біз адамдар мен табиғат арасындағы үйлесімдікті сақтауға тырысамыз деген мақсатта жасалған екен. Мынау алдарыңызда тұрған жер шары. Осындағы мұхит ағысы, ауа ағысы дәл осы уақытта көрініс беріп отырған табиғаттағы жағдайды біз осы Жапонияның ғылым-техникалық орталығындағы орнатылған осы үлкен шардан көре аламыз. Let's start from the age of Earth's creation. Don't skip it. About 4.6 billion years ago was an eon called the Age. It's an age we still know very little about, but there were countless volcanoes. Жер шарының даму тарихынан бастап айтып жатыр. Volkanlar There was atıldı. no single living thing. Finally, after hundreds of millions of years, the Earth's surface cooled, followed by thousands of years of rain that made the oceans. Енді жер шарының суытуы, Then, 4 мұздықтарды. billion years ago, the first life was born. Then more living things, and oxygen-emitting life forms bloomed. Oxygen and ozone levels rose. The ozone embraced the Earth, shielding the Earth from UV rays. Life and the environment Үлкен жануарлардың пайда болды. adapted together. Meteorites and volcanic eruptions wiped out life. But life Құрлықтардың came пайда back болуы. again. In the fifth great extinction, the Dinozorlar. dinosaurs disappeared. Tens of millions of years later, humans were born. Populations grew, giving rise to civilizations, languages and cultures, Адамзаттың қалыптасуы. and religions too. Humans used fire and water, and engaged in hunting and agriculture. Алғашқы өркениеттер Built houses and came to own their own homes. Now concrete towers fill the cities. We bring light into the night, and warm up the valley. Pictures, music, literature, and the internet. Technology updates daily. компьютер технология zamanına geldi. All this impacts the atmosphere. Carbon dioxide, nitrogen oxide, and methane levels rise. It never stops. Ya. Beef, rice, wheat in massive amounts. Will the ongoing consumption never end? Pet bottles, shopping bags, plastics take on thousands of Қалдықтар 1960 жылдан бастап artık өнеркәсіпке rockets and cars, buildings, tunnels, roads, concrete, leaving lying ever thicker. In a few hundred million years, this will be a geological layer a few millimeters thick. Looking at it, Aslangan jер şarı. it feels like a lot has happened, but from Earth's history, Yeah. it began just with breath. The geological Бұл Жапонияның ғылым және инновацияны дамыту орталығы. Бұл бөлімде ғарышқа адамзаттың ұшуы көрсетіледі. Ең алғашында 57 жылы, 58 жылы, 59 жылы ұшқан адамдар, 61 жылы, 62 жылы және 63 жылы, 64 жылы, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74. Сол кісілердің қолған қолдарымен тұрған. 76, 77, 78, 79, 80. 82, 83, 85 жыл көп адам ғашық қауышыпты. 86, 88, 90 жылдар көп адам ғашықты. 91'de көп болып, намық 92 жыл көп адам шықты. 93 жылда көп адам, 94 жылда көп адам, 90 жылдардан кейін ұшатындар көбейіп кетті. Қалып байып кетті ме жоқ әлде? Техника дамып кетті ме? 98 жылы, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 азы болып қалды. 2004, 2005, 6, 7, 7'den кейін тоқтап қалды. Let's take a look at every actions дейді. Әр адамның іс-қимылын қарайықшы дейді. Where do you want to plant trees? Сіз қай жерге ағаш еккіңіз келеді дейді. Менің әрекетім ары қарай енді кетеді екен. Осылып мына кішкентай оқушыларды экологиялық ортаны қорғауға, сақтауға шақырады екен мына сабақтар. Және бұл жерде тағы айтып тұр, сен қандай бір қоршаған ортаны тазалайтын, қоқыстан тазартатын қимылға қатысасың дейді. Мынаның іші керемет екен. Нағыз мектеп оқушыларына арналған дүниелер. Тамаша. Мына жерде не дейді? Әр адам жер шары және өзінің өміріне көңіл бөлу керек дейді. Тағы айтып жатыр, біз жер бетінде тек климатты ғана ластап қойғанымыз жоқ, сонымен бірге көптеген тірі организмдерді, таза су, таза ауаны бәрінде ластап өзіміздің денімізге, өмірімізге қауіп төндіріп тұрмыз деп жатыр. Мынада көрініп тұрғандай, міне жер бетінің әрбір мемлекеттер және олардың бөлетін көмірқышқыл газдары туралы мәліметтер екен міне. Ан жақтан Germany дейді, Qatar, France, Afrika, China, South Korea, Japan, әртүрлі мемлекеттер. Population, халық саны және астында тұр оттегі бөлігі. Бұның барлығын ғылыми әдебиет ретінде зерттеп, және зерттеуге пайдалануға болады. Халық саны көп болған сайын ластануы жоғары ма, жоқ әлде? Экономика дамып, өнеркәсіп дамыған сайын ластану жоғары ма деген әңгіме. Мұнда негізінен біз дәл осы өтпелі шақта тұрмыз деген мағынаны білдіреді. Климаттың өзгеруі бізді экологиясы өзгерген жер шарымен бетпе-бет әкеліп отыр дейді. Climate жоғары жағында климаттың өзгерісі, теңіз суларының бетінің көтерілуі, үлкен жаңбырлар, температураның 1-1,5 градус асуы, орман өрттері, құрғақшылық, не дейміз, тропикал,
циклон төмен ауа қысымы дейміз ғой. Көміртектерінің артуы жаңағы гринхаус газ, оның әсері міне осылардың барлығы бізді болашақта дәл осындай бетпе-бет келіп отырған бүгінгі жағдайымыз. Енді осының барлығына мына жақта айтып отыр, жаңағы өзіміз ғана кінәлі екендігімізді көрсетіп отыр. Мына жерде көрсетіп тұрғандай, егер жер температурасы 1,5 градусқа көтерілетін болса, онда не болатын деді. Орман ерте көбейеді, теңіздің климаттың жылуынан теңіз суы көтеріледі, мұздықтар шегінеді, биологиялық түрлер азаяды. Міне құрғақ жерде тұр едік. Теңіз суы климаттың өзгеруіне байланысты көтеріліп кетті. Міне тізеге келді. Ой, құрмай. Мынау беліне келді. Бұл 2100 жылы. Міне, ақырында судың астында қалып қояды адам баласы.